Қазақ халқы көптеген малдың сүйектерімен әртүрлі ойындар ойнап, және әртүрлі ырымдарға пайдаланған. Малдың асық жілігінде болады. Осы асықпен бірнеше қазақ халқы ойындар ойнаған. Мысалы, бес табан ойыны, бұны да асықпен ойнайды. Шыр ойыны, бұны да асықпен ойнайды. Жаңағы ірі малдың асығынан оңпай ойнаған. Сондай біз бүгін осы қан талапай ойынын ойнаймыз. Қан талапай ойынында ойыны бұл оқушыларды мергендікке, ептілікке, батылдыққа, жылдамдылыққа, тез аңғарушылыққа тәрбиелейді. Және де қазір біз мынау қан талапай ойынының ережесін таныстырып өтейін. Яғни мынау көптеген мен қолымдағы асықтың ішінде бір асық, міне қан. Осы асықтар жинайтындар да жаңағы кім көп асық жинайды, қанды алып, сол бала ойынды бірінші болып бастайды. Содан кейін қолдарындағы асықты ортаға тігіп, ойын алаңына барамыз. Яғни алыста мергендікпен дәл тиюге ұмтыламыз. Жақсы ма? Бір қолдарына бір асық алып қалыңдар. Ойынды, яғни қан асығы түскен Нұрбол бастайды. Нұрбол, өстінде тұрасың, анау қатардағы асықтарды атып қаласың. Нұрболдың сақасы мүлт кетті. Келесі оқушы. Жарайсың. Бір ұпай алды. Келесі оқушы. Мұстафа лақтыр. Жарайсыңдар оқушылар. Осы қанша асық жинадыңдар ұпай? Сен қанша? Сенде екеу екен. Сен қанша? Менде үшеу. Сенде үшеу. Сенікі? Менікі үшеу. Сенде екеу. Менікі төртеу. Сенде? Екеу. Яғни ойынымыздың жеңімпазы Жантөре болып тұр. 4 ұпай жинапты, 4 асық. Осылай ойын жалғаса береді. Кім көп ұпай жинайды, ол жеңіске жетеді.